Баршаңызға сәлем достар. Осындай хит болып жатқан рулет жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге сыр қажет болады. Сырымызды майды теркадан өткізіп алып, үстіне жұмыртқамызды салып, 3 штук, және де красителімізді қосып жібереміз. Және де үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Және де осына манна каша қосатын боламыз. Неге жақсылап араластырғаннан пергамент қағазын төсеп, осылай бір тегіс етіп жайып, пісіріп алатын боламыз. Неге көлемдетіп жаятын боламыз, және де жақсылап пісіріп аламыз. Неге пісіп шықты, осылай пергамент қағазымен бірге орап қоямыз. Суығаннан кейін осындай біздің пешевой пленкаға салып, қымбат біздің творожный сырымызды ортасына жағып, жақсылап орайтын боламыз. Әрине нығыздап ораңыздар, әйтпесе ортасы тесік болып көрініп қалатын болады. Және де холодильникке 2 сағатқа жібереміз. Неге плотный, сондай керемет дәмді болып шығатын рулеттеріміз дайын. Және де қазіргі замандағы хит болып жатыр, дастарханнан көркін ашады. Сіздермен болған Майра Сотбекқызы. Мен арнамнан басқа да рецепттерді көре аласыздар.